Адам баласы дейді да, тәні топырақтан жаралған дейді. Сол себепті ол топырақтан шыққан нәрсемен қоректенген кезде тәні тояды дейді. Рухы дейді да, Алла тағаланың тарапынан келгендіктен, Алла жайында айтылған нәрсемен ғана істейді, ол қоректенеді дейді. Тек қана ішіп жей берсең, ол рухани аш болатын болса, адамда шүкір кетеді, қанағат кетеді, Аллаға қайтатын күнді ұмытады, сабыр кетеді, жүректен тыныштық кетеді, өмірдің соңында мәні кетеді ғой. Қараңыз. Міне дейді, ең үлкен табыс. Мұсылман адам ешқашан ұтылмайды, құрметті жамағат. Бұл дүниеде кейбір адамдар бұл дінді соңғы бір қап қойған, баяғының бір ісі, баяғының бір қалған тірлік, немесе баяғының істейтін амалдары деп ойлауы мүмкін. Бірақ ешқашан Алла тағаланың алдындағы нәрсе біз бен сіздердің пікірімізбен есептелмейді. Осы дүниеде ол адам таза жүреді. Рухани да және тәндікте таза жүреді. Күніне 5 уақыт 5 рет намазға дәрет алады. Анау үлкен профессор наук, жоғарғы тыныс жолдары ауруларының профессоры жаңағы эфирде жоғарғы тыныс жолдарының ауруынан қалай сақтанамыз деген сұраққа былай жауап берді да. Күніне кем дегенде дейді, таңертең түсте кешке 3 рет мұрынды шаю дейді сумен. Қарап отырып, субханалла, біз 15 рет шаямыз ғой деймін күніне. Қараңыз. Бүкіл нәрседен таза нәрсе жейді. Өйткені Раббысы солай бұйырып қойған. Адамдармен шынайы қарым-қатынаста сабырлық, оған сабыр ете салу, жұта салу. Және келесі Алла Тағаланың алдында да жүзі жарқын болады екен. Жүзі нұрлы болады екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үмметімді не дейді? Дәрет алған жерлерінен танимын дейді. Өйткені дәрет алған жерлері, сәжде қылған жерлері нұр болып тұрады дейді.